Бәріңізге сәлем, мен Мардан, каналыма қош келдіңіз. Өзбекстан президенті Ислам Каримов 2016 жылы қайтыс болды. Ислам Каримов қайтыс болғаннан кейін Өзбекстанда жаңа дәуір басталды. Оның орнына сайланған Мирзияев ішкі және сыртқы саясатта ескі режимге қарсы шықты. Бұл видеода Мирзияев 2 жылдың ішінде қандай өзгерістер алып келді, барлығын көретін боламыз. Осындай видеолардың шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Ендеше дайын болсаңыз видеоны бастайық. 13 жыл бойы премьер-министр қызметін атқарған Мирзияев Каримовтың көлеңкесінде қалды және сайлауда жеңіске жетсе де ел басқаруда күшті болмайды деген ой қалыптасып қалған еді. 23 жыл бойы Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің төрағасы болған және қаржы министрі Рустем Азимов пен Рустем Инаятов сияқты Каримов дәуірінің қатаң есімдері Мирзияев пен қақтығыс шығарады деп күтілді. Мирзияев сайлау кезеңінде Каримовтың дәстүрлі саясатын жалғастыратындығын жиі айтқанмен, қысқа мерзімде ішкі және сыртқы саясаттағы қадамдармен ескі режимге қарсы шықты. Мирзияевтің алғашқы қадамдарының бірі 2012 жылы Каримовтың қызы Гүлнараның шетелдік телекоммуникациялық компаниялармен заңсыз байланысын әшекерлеген Абдулла Ариповты премьер-министр етіп тағайындау болды. Содан кейін кішігірім елді мекендерден бастап ірі қалаларға дейін тарату бастамасын көтерді. Алдымен үлкен қала аудандарындағы аймақтық басшылар мен полиция бастықтарын, содан кейін үлкен қалалардың төрағалары мен губернаторларын қызметінен босатты. Sanam tur. 3 ayda içinde hamma 4 to'g'on gelmişti olaman. Sen oylama tağı sayladığı koyadır. Yok, oyunların yığıştır. Umurun uzoq bo'lmaydi. Мирзияев өзінің беделін нығайту кезінде Андижан және Ташкент сияқты маңызды орталықтардың полиция бастықтары мен прокурорларын, сондай-ақ Бухара және Самарқанд сияқты екі маңызды қаланың әкімдерін қызметінен босатып, өзіне жақын есімдерді қойды. Мирзияев неғұрлым ауқымды өзгерістер туралы сигнал берсе де, ұлттық қауіпсіздік қызметі бұл реформаларға жақсы көзбен қарамайтындығы белгілі болды. Бірақ Мирзияев өз билігін шоғырландыруды жалғастырды. 2017 жылдың маусымында ескі режимнің ықпалды тұлғаларының бірі қаржы министрі Рустем Азимовты қызметінен босатты. Өзбек халқы ең көп қорқатын және қауіпті деп санаған мекеме ұлттық қауіпсіздік қызметі Каримов режимі жасаған барлық лас жұмыстар үшін жауапты болып саналды. 2017 жылы тамызда армиядағы сыбайлас жемқорлық үшін жауапқа тартылған Инаятовтың ең жақын адамы Гулямов түрмеге қамалды. Осыдан кейін ұлттық қауіпсіздік қызметінің стратегиялық позицияларында тұрған Инаятовқа жақын есімдер орындарынан алынып, орнына жаңа басшылыққа адал бола алатын адамдар орналастырылды. 2017 жылдың соңына қарай ұлттық қауіпсіздік қызметін жиі сынай бастаған Мирзияев бұл мекеменің жұмыс тәсілі қолайсыз екенін айтты. Және біртіндеп тазалап келе жатқан тарату бастамасы Рустем Инаятовқа 2018 жылдың 31 қаңтарында жетті және Каримов режимінің қараңғы беті орнынан алынды. Ұлттық қауіпсіздік қызметінің елдегі әсерін түсіріп тастаған Мирзияев ең соңында әкімшілікте өзгерістер жасады. Каримов кезеңінде президент кеңесшілері өз қызмет аясындағы ең күшті мемлекеттік қызметшілер болса, ал Мирзияев өз өкілеттіктерінің әдеуір бөлігін министрліктерге өткізіп, кеңесшілердің ықпалын шектеп тастады. Өзбек лидер ең басынан халықтың арасында халық президенті бейнесін орналастыруға тырысты. Ол адам құқығын жақсарту, саяси тұтқындарды босату және діни бостандықтарды қамтамасыз етуде маңызды қадамдар жасады. Мирзияев бірнеше рет діни қызметке қысым жасалғанын және бұл проблемалар шешімін табатынын айтты. Бұрынғы режимде тыйым салынған қоғамдық орындардағы ифтар, құлшылық және жоғары дауыспен азан оқу сияқты қосымшаларға жаңа режиммен бірге рұқсат берілді. Алдыңғы кезеңде экстремистік топтармен байланысты бар деген негізде қара тізімге алынған 17 мың адамның 16 мыңы осы тізімден шығарылды. Өзбекстан басшысы жеке рақымшылық жариялап, саяси себептермен түрмеге қамалған жүздеген адамдар босатылды. Тұтқындарға қарсы азаптауға тыйым салынды. Сондай-ақ 2002 жылдан бастап алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комиссиясы Өзбекстандағы адам құқығын зерттеу үшін Ташкентке шақырылды.
Мирзиёев адам құқығын жақсарту менен қатар экономика саласындағы ең түбегейлі өзгерісті бастады. Саяси жұмсарту қаржы саласындағы ырықтандыруға әкелетін бизнес секторында да көрініс тапты. Басты мақсаттар протекционизмді тоқтату, экспортты ұлғайту, елге халықаралық инвестицияларды тарту, еркін нарықтық механизм құру және жаңа жеке кәсіпкерлік класын құру болды. Тиісінше ұлттық валюта бірлігі сомасы 2017 жылдың қыркүйегінде құнсызданды. Шетел валютасындағы шектеулер алынып тасталды. Бұл халыққа шетел валютасын еркін алуға мүмкіндік берді. Шағын және орта жеке сектордағы кәсіпорындар үшін реформалар жасаған кезде халықаралық инвесторлар үшін қолайлы жағдай жасауға тырысты. Халықтың басым бөлігі күнкөріс жасаған мақта шаруашылығына қолдау көрсетілді. Туризм үшін көптеген елдермен визалар алынып тасталды. Экономикалық ырықтандыру 3 жылдың ішінде оң әсерін тигізсе де, азық-түлік бағасынан газға дейін көтеріліп, инфляция қарқынының өсуі өмір сүру шығындарының өсуіне әкелді. Бұл кезеңде үкіметтен экономиканы тезірек қалпына келтіру және тұрақты өсу күтіліп отыр. Өзбекстан басшысы Мирзиёев ескі режимнің көршілермен және ірі халықаралық қауымдастықтармен бұзған қатынастарын тез қалпына келтіру үшін тырысты. Орталық Азия мемлекеттерімен қарым-қатынасты дамыту және проблемаларды жою Өзбекстанның сыртқы саясаттағы басты мақсаты болып белгіленді. Осы жолда Мирзиёев алғашқы халықаралық сапарын 2017 жылы наурызда Түркменстанға жасады. Сол жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен бірнеше рет кездескен Мирзиёев екі жақты қатынастарды дамытуда үлкен рөл атқарды. Орталық Азияның болашақтағы перспективасында Ташкент-Астана ынтымақтастығы басты назарға алынды. Көршілерімен қарым-қатынасты жақсартуға тырысқан Өзбекстан жаһандық күштермен де қарым-қатынастарын жақсартуға кірісті. Ресейдің Өзбекстандағы ықпалын сезінген Мирзиёев Мәскеудің пайдасына бірнеше әрекет жасады. Ресейлік компаниялармен Өзбекстанда атом электр станцияларын салу туралы келісім жасалды. Сонымен қатар әскери ынтымақтастық жанданып, Өзбек армиясының кейбір сарбаздары Ресейдегі әскери академияларда оқудан өтеді деп шешім қабылданды. Ресейден басқа 2017 жылдың мамыр айында Орталық Азияның маңызды қатысушыларының бірі Бейжіңде болған Мирзиёев Қытай басшыларымен стратегиялық кездесулер өткізді. Бір белдеу, бір жол жобасының маңызды аймақтарының бірі болып табылатын Өзбекстанды құнды серіктес ретінде көре отырып, Қытай Ташкент әкімшілігімен 20 миллиард доллардан асатын келісімдерге қол қойды. Қытаймен және Ресеймен маңызды қарым-қатынаста болған Өзбекстан осы екі қуатты күштің тепе-теңдігін сақтау үшін батыспен де қарым-қатынасын жақсартуға тырысып жатыр. 2 жылдың ішінде ақш-қа жоғары деңгейдегі көптеген сапарлар жасалды. 2018 жылдың мамыр айында ақш президенті Дональд Трамп пен Мирзиёев кездесті. Мирзиёевтің елде жүргізіп жатқан реформаларына жоғары баға берген Трамп Ташкент пен ақш-тың Ауғанстандағы терроризмге қарсы күресіне әскери ынтымақтастық жүргізетіндігін мәлімдеді. Бірнеше жылдар бойы Каримов әкімшілігімен проблемалы қарым-қатынаста болған Анкара Өзбекстандағы бұл өзгеріс кезінде де белсенділік танытты. Президент Реджеп Тайип Эрдоған 2016 жылы қараша айында Мирзиёев премьер-министр болған кезде Өзбекстанға тарихи сапармен барған еді. Мирзиёевпен кездескен Эрдоған екі жақты қатынастарды тереңдетуге әрекет жасады. 2017 жылы Мирзиёев Түркияға сапармен барды. Осылайша 20 жылдан кейін Өзбекстаннан бірінші рет Түркияға жасалған сапар президенттік деңгейде өтті. Осы сапардан кейін Өзбекстан түрк азаматтары үшін визаны алып тастады. Мирзиёев әкімшілігі 2 жыл ішінде елде жүргізілген адам құқықтары мен басқа да реформаларды жақсартқанымен белгісіздік әлі де жалғасуда. Осы процесте қабылданған шешімдердің күші белгісіздікті жоюдағы маңызды қадам болады. Көршілермен проблемалық қатынастарды әдеуір жақсартып, белсенді сыртқы саясатқа бет бұрған Өзбекстан болашақта жаһандық саясатта да тиімді бола алады. Алайда Қытайдың Өзбекстанға артып келе жатқан экономикалық ықпалы, Ресейдің орталық Азиядағы ықпалының күшеюі және солтүстік Ауғанстанда күшейе бастаған радикалды қозғалыстар Ташкент әкімшілігінің алдағы кезеңдегі қауіптері. Бір видеоның да соңына келдік. Біздің де үкіметтегі кейбір басшылар осы адамның барлық стратегияларынан болмаса да, кейбір стратегияларынан үлгі алу керек деп ойлаймын. Бұл туралы сіздердің пікірлеріңіз қандай? Комментарияға пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Осындай видеолардың шығуын қаласаңыз, лайк басу арқылы маған білдіре аласыз. Сондай-ақ Қытайдағы белгісіз ауру туралы жаңа видео шығаратын боламын. Өзіңізге қызық болған сұрақтарды комментарияға қалдырыңыздар. Келесі бейнелерде көріскенше, мен Мардан.